Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен мен Арайлым. Сіздерге бүгін холодецтің жасалу жолын көрсетемін. Бұның жасалу жолы сіздер ойлағаннан да оп-оңай. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі жылқының немесе сиырдың аяқ-қол сүйек еттері. Негізі сиырдікі жақсы шығады, ал менде жылқынікі. Ол да болады. Және де кішкене ғана қара кесек ет. Егер еті көп болса, оны қосудың қажеті жоқ. Бір сәбіз, бір пияз, қара бұршақ бұрышы және де лавр жапырақтары мен дәміне қарай тұз қосасыздар. Ең алдымен қазанымызға сүйегімізді салып, суды шамалы ғана асырып құямыз. Егер сіздердің сүйектеріңіз көп болатын болса, асырыңқырап құясыздар. Ал менде біреу ғана болғандықтан шамалы ғана асырдым. Бір қайнап шыққаннан кейін міндетті түрде суын төгіп тастап, тағы да жаңадан су құйып, тағы да қазанымызды қайнатамыз. Міне қайнап шықты. Міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаңыздар. Бір қайнап шыққан соң көбігі шығады, оны алып тастаймыз. Тағы да бір рет қайнап шығады, оны да көбігін міндетті түрде алып тастаңыздар. Сонан соң астын өте баяу отқа қойып, бетін жауып 5-6 сағаттай қайнатамыз. Мен 5 сағаттай қайнаттым. Міне сорпасы әжептәуір тартылып шықты, ал еті мен сіңірі өте жұмсақ болып пісті. Осы орайда қара кесек етті саламыз, сәбізімізді, пиязымызды, 2 дана лавр жапырағын, 10 дана қара бұршақ бұрышын, және де дәміне қарай тұзды саламыз. Тұзды көбірек салып қоймаңыздар. Ең бірінші кішкене ас қасық тұз салып, дәмін көруді ұмытпаңыздар. Егер аз болса, тағы да салуға болады. Енді асты өте баяу отта сәбізімізді жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне сәбізіміз пісіп шықты, пиязды бірге аламыз. Тағы да бетін жауып, етімізді пісіреміз. Мінеке достар, етіміз өте жұмсақ болып пісіп шықты. Бір ыдысқа алып аламыз. Ал сорпасын міндетті түрде осындай сеткада сүзіп аламыз. Мінеке біздің сорпамыз дайын болды. Енді біз еттерімізді турап шығамыз. Өте жұмсақ болып піседі. Сүйектен алыну оңай болады. Өте майдалап турап шығамыз етіміз бен сіңірімізді. Осы орайда достар, қалауларыңызша сарымсақ, аскөк, укроп қосуға да болады. Мен сарымсақты қостым. Осылай алдын ала дайындап турап қойдым. Сәбізді де қосуға болады. Сәбіз біздің холодецке ерекше тәтті дәм береді, және де дастарханға қойған кезде ерекше әдемі болып көрінеді. Мен сәбіздерден осындай арнайы кескіндер жасадым. Бұны әрлеу әркім өзінің қалаулары бойынша жасауға болады. Мен осылай 5 жұлдыз жасадым, әдемі кескіндер жасап шықтым. Олардың барлығы әрқайсысына ерекше әсемдік береді. Енді ыдыстарымызға құйып шығамыз. Мен осылай шай ішетін кесені пайдаландым. Бұл кеселерде біздің холодецтеріміз өте әдемі көрінеді. Мен осылай сәндеп алдым ең алдымен. Сәбіздерді салдым, дәміне қарай сарымсақты салдым, етті салып, осылай әсемдеп шығамыз. Осы орайда арасына аскөк салып әсемдесеңіздер де болады.
Ең соңында осы араластырып жіберіп сорпасын құясыздар. Осы уақытқа дейін біздің сорпамыз суып қалды. Еш ойланбастан тоңазытқышқа салуға болады. Мінекей дайын болды. Енді бір күн холодильникте сақтаймыз. Қалып қойған бөліктерінен осылай шамалы шұңғылдау легенге салып, тағы да холодильник жасап тастадым. Оны да біз бір күн холодильникте сақтаймыз. Мінекей достар, біздің холодильниктеріміз дайын болды. Формасын өте жақсы ұстап тұр. Қазір дәл ортасынан кесіп көрсететін боламын. Сіздер де дәл осылай жасап, бір күн тоңазытқышта сақтасаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күнделікті пайдалануға және де мерекелік дастархандарыңызға ерекше әсемдік береді. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырамыз. Ас болсын!